Армысың тыңдарман, Нұреке доктор арнасына қош келдіңіз. Күн сайын душ қабылдауға неге болмайды? Мұның 3 себебі бар. Қазір назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші себебі инфекция. Егер сіз күн сайын душқа түсетін болсаңыз, тері ылғалдылығын жояды. Оның әсерінен теріңіз құрғап, жиі жарылатын болады. Жарылған тері өзіне түрлі бактерияларды, вирустарды жинайды. Оның кесірінен терінің жұқпалы аурулары пайда болуы мүмкін. Екінші себебі, пайдалы бактерияларды шайып жібересіз. Күніне 1 немесе одан көп суға түсу адамдардағы терінің табиғи майлылығын жуады. Ол адам денсаулығына пайдалы ағзалардың зиян шегуіне алып келеді. Ғалымдар адамдарға аптасына 1-2 рет душ қабылдауға кеңес береді. Күн сайын душ, ванна қабылдау үшін теріңізді тұрақты нәрлендіріп отыру керек. Үшінші себебі, Д дәруменін жоясыз. Бұл дәрумен теріде пайда болады. Егер сіз күн сайын суға түсіп, әрі сабын гельдермен жуынатын болсаңыз, күн дәруменін жуып тастадым деп ойлай беріңіз. Мінеки, осындай 3 түрлі зияны бар. Әрине, гигиена тазалық деген жақсы, бірақ тым асырып жіберуден сақ болыңыз.